Саламатсыздар ма көрермендерім? Бір бүйрекпен өмір сүруге бола ма? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Алдымен пайдалы, қызықты видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгінде адамдар арасында бүйрек аурулары жиі кездеседі. Сондықтан жарамсыз бүйрегін алдырып тастағандар немесе бір бүйрегін трансплантация тәсілі арқылы науқас туысына бергендер де бар. Ал ондай жандар өзін қалай сезінеді, қалай күтінеді? Жалпы бір бүйрекпен де өмір сүруге бола ма? Алдымен бүйрек қалай жұмыс істейтініне ой жіберелік. Бүйректің атқаратын шаруасы шаш етектен. Ол қанды улы заттардан, қақтан тазартады, артық судан арылтады. Ағзадағы натрий, фосфор, кальций, калий мөлшерін реттеп отырады. Артериал қан қысымын қалыпта ұстайды. Қан мен сүйектер үшін қажетті гормондар түзеді. Тағы да басқа жұмыстарды атқарады. Негізінен адамда бүйрек екеу, бірақ кей адамдарда ол туабітті біреу болады. Әрине, бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Ал кей адамдарда екі бүйрек болғанымен оның біреуі туабітті дұрыс жұмыс істемейді. Сондықтан негізгі шаруаның бәрін оның жалғыз бүйрегі атқара береді. Ол өзін қалыпты сезінетіндіктен бір бүйрегінің жоқ немесе жұмыс істемейтіндігін тек медициналық тексеру кезінде ғана естіп білуі мүмкін. Яғни адам бір бүйрекпен де өмір сүре береді. Дегенмен екі бүйрегі де қалыпты жұмыс істеп, кейін қандай да бір себеппен біреуі алынса, ондай адам бүйрегіне қажетті күтім жасауы керек. Өйткені ағза жұмысында өзгерістер туындайды. Бірақ олар аса білінбей, баяу түрде іске асады. Бұл кезде оған дәрігерлік көмек керек. Біріншіден, бір бүйрегі алынған адамның артериал қан қысымы жоғарылауы мүмкін. Өйткені бұрын оны қалыпты жағдайда екі бүйрек ұстап тұрды. Ал енді жағдай өзгерді. Қан айналу жүйесіндегі қан қозғалысы екі бүйректің жұмысы арқылы реттеліп отырады. Қан тамырларын кеңейтіп тарылтып отыратын ренин гормоны екі бүйректен бөлінеді. Ал ендігі жерде бұл жұмыстың барлығы бір бүйрекке жүктеледі. Екіншіден, бір бүйрек алынып тасталған соң ағзада протеинурия, яғни зәрге оксидаз бөлінуі пайда болады. Үшіншіден, бүйректе неофрон азаяды. Әр бүйректе шамамен 1 миллионға жуық неофрон болады. Яғни енді бүйрекке өз жұмысын еселеу қажет. Ал бір бүйрегі алынған адамда қанды сүзгіден өткізу жылдамдығы азаяды. Дегенмен, ағзада осындай өзгерістер бола тұра, бір бүйрегін алдырған адам өзін жайлы сезіне алады. Бірақ ол өзін өзі қадағалап, дәрігер кеңесіне құлақ түріп отырғаны дұрыс. Бір бүйрегін алдырған адамдарға көбіне қан қысымын және протеинурияны төмендететін дәрілер беріледі. Бірақ оларды бүйрек артериясының стенозы, яғни бүйректі қанмен қамтитын артерия қан тамырының таралуы кезінде қолдану қауіпті. Сондай-ақ зәр қуатын препараттар қолданғанда да абай болу керек. Өйткені олар айналымдағы қан мөлшерін азайтып, сол арқылы артерия қан қысымын төмендетіп жібереді. Жоғары қан қысымын емдеу үшін бірнеше дәрілер қолданылады. Науқас арнайы диета, салауатты өмір салтын ұстануы тиіс. Қан қысымы 120-80 және одан төмен болғаны дұрыс. Қысым сынап бағанасы бойынша 190-140 болса, жоғары қан қысымы деп аталады. Жалғыз бүйрегі барлар қан қысымы 130-80-нен төмен етіп ұстауы керек. Қан қысымы бұл қалыптан көтеріліп кетсе, бүйрекке зақым келуі мүмкін. Сондықтан дәрігерлер мұндай науқастарға қажетті дәріні өте мұқият таңдағандары дұрыс. Сондай-ақ дәрігер бір бүйрегі алынған адамның кіші дәретіндегі ақуыз мөлшерінде қадағалауда ұстау керек. Ақуыздың зәрмен бірге көп бөлінуі оның қан құрамында мөлшерден төмен болуына апарып соғады. Сол сияқты бір бүйрегін алдырған адамның бүйрегі қандағы қақты қаншалықты сүзіп алатыны уақытылы тексеріліп отыруы тиіс. Бір бүйрегін алдырған адам арнайы диета ұстанғаны абзал. Ал мәзірде жеміс-жидек, көкөніс, дәнді дақылдар, майы сүзіліп алынған сүт өнімдері жеткілікті мөлшерде болғаны оңды. Егер қан қысымы жоғары болса, онда тәулігіне тұтынылатын тұз мөлшерін 2 граммға одан да төмен етіп азайтқаны дұрыс. Ақуызы көп тағамдардан, алкоголь мен ішімдіктен аулақ болғаны жөн. Сорпа мен тұздықтар да зиян. Тәулігіне 1 литрден артық су ішпеу керек. Күніне кем дегенде 4 мезгіл тұзы аз тамақ ішкен дұрыс. Көмір сулары көп тағамдар, жеміс-жидектер, картоп пайдалы. Ет, балық, жұмыртқадан гөрі сүт ақуыздары ағзаға өте керек. Ақуыздары мол тағамды абайлап пайдалану керек. Өйткені ақуыз ағзада ыдырап,
кейбір заттардан қақ қалады. Оны ағзадан шығару жалғыз бүйрекке салмақ болады. Міне, бір бүйрекпен өмір сүріп жатқандар осы ережелерді естен шығармай, үнемі дәрігерге көрініп, керекті кеңес алып отырғаны абзал. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.